Бізде соңғы 6-шы есепте Ньютон бином формуласын қолданып, А қосылған Б-ның 7 дәрежесін шығару керек екен. Бұл есепті шығару үшін бізге Ньютонның үшбұрышын білу керекпіз. Ньютонның үшбұрышы сіздер көрген боларсыздар. Осылай шеткі нүктелермен басталады. Яғни айтады ол кісі. Мынау екі шеткі нүктесінің қосындысы бізде неше болады? Соны ортасына жазасыздар. Демек, бірге бірді қоссақ 2 болады. Келесі шеткі нүктесін жасаймыз. Бірге 2-ні қоссақ 3 болады. 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Тағы да келесі диагоналінің шеткі нүктелерін жасайсыздар. Бірге 3-ті қоссақ 4, 3-ке 3, 6, 3-ке 1, 4. Әрі қарай тағы да шеткі нүктелер жасаймыз. 1 болады ол обязательно. Бірге 4-ті қоссақ 5, 10, 10 және де 5. Біз осылай нешінші, 7-ші қабатқа дейін бара береміз. Мына бірінші қабат деп санайсыздар. Жақсы ма? Мына бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат, төртінші. Әлі біз 5-шіде екенбіз. Енді әрі қарай шеткі нүктелерін жасайсыздар. 1, 1, бірге 5 қоссақ 6, 15, 20, 15, 6 болады. Келесі тағы да соңғысы 1, шеткі нүктелері. Енді бірге 6 қоссақ 7, 6-ға 5, 15-ті қоссақ 21, 15-ке 20-ны қоссақ 35, мына жерде 35, 21 және де 7 болады. Міне осылай біз Ньютонның үшбұрышы арқылы шығарамыз. Енді қараңыздар. Мына бірінші қабат, екінші қабат, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және міне 7-ші. Мына біріншіден бастап қоймаңыздар. Жақсы ма? Бұл нулевой этаж деп санаңыздар. Енді бізде А қосылған Б-ның 7 дәрежесін сұрап тұр. Енді мынау сандар дегеніміз ол коэффициенттер. Яғни осы коэффициенттерді А, Б-мен жазып шығасыздар. 7 АБ қосылған 21 АБ және келесі 35 АБ қосылған тағы да 35 АБ қосылған 21 АБ 7 АБ және де 1 АБ. Негізі бірді жазбай қоюға да болады. Енді бірінші бізде А тұр ғой, сондықтан біз қандай дәрежеден бастаймыз? 7-ден бастаймыз. И солай убывательно кете береміз. 6, 5, 4 дәрежелерін жазып жатырмын. 3, 2, 1, 0. Ал бұны кері бағытта бастаймыз. Қайтадан 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне, біз Ньютон бином формуласын шығардық. Енді мына бірді жазып керек емес. Бұның 0 дәрежесі 1-ге тең. Демек, А-ның 7 дәрежесі деп жазасыздар сразу. Қосылған 7-ні көбейтілген А-ның 6 дәрежесі, Б, 1 дәрежесі жазбайсыздар. 21 А5 Б квадрат. Қосылған 35 көбейтілген А-ның 4 дәрежесі Б-ның кубы. Қосылған 35 А-ның кубы Б-ның 4 дәрежесі. Қосылған 21 А квадрат Б 5 дәрежесі. Қосылған 7. Мына А-ның 1 дәрежесін просто А деп жазыңыздар. Бұның 6 дәрежесі қосылған 1-ді жазбай қойыңыздар. Өйткені кез келген санды 1-ге көбейткен өзі шығады. А-ның 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. Демек, оны да жазбайсыздар. Сразу Б-ның 7 дәрежесі деп жазасыздар. Бітті. Осылай сіздер 4 балл аласыздар 6-шы есепке. Жақсы, сау болыңыздар.